Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен баунти пирогының рецептісімен бөлісемін. Баунти пирогы өте нәзік, кәдімгі баунти шоколадына ұқсас болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға жұмсақ сары майды құйып, үстіне қант салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің каналымда көптеген салат түрлері, пирогтардың түрлері, торттардың рецептері бар. Оларды көру үшін подписаться кнопкасын бассаңыз жеткілікті. Және менің әр салған жаңа рецептерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Енді жұмыртқа қосып тағы шайқаймыз. Електің үстіне ұн, қопсытқыш какаоны салып, електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Бізде қамыр осындай болып шығуы тиіс. Енді формаға құйып, пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін қайнап жатқан сүттің үстіне манной крупаны ақырындап салып араластырып тұрамыз. Оттан өшіріп, бірден қант саламыз. Әбден араластырып, бізде сүт тым ыстық болып тұр. Осының үстіне жұмсақ сары майды құямыз. Араластырып, ең соңында кокос жаңқасын саламыз. Масса суыған сайын құюлана түседі. Біздің қожымыз пісіп дайын болды, толықтай суыды. Енді формаға салып, үстіне қоюланған массамызды салып, қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Пирогты әзірше тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді шоколадный глазурын дайындаймыз. Ыстық сливкеге шоколадты салып, толықтай ерітіп аламыз. Тоңазытқыштан пирогты шығарып, суыған глазурды құямыз. Енді осыны алып, қайта тоңазытқышқа қоямыз. Шамамен 30 минуттай тұрды. Енді ақырындап кесеміз. Бұл рецепт сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Маған өте ұнады. Кәдімгі дүкендегі баунти шоколады секілді болып шықты. Дәмі ауызда ериді. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.